Қадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында 14-ші халықаралық Жұлдызай фестивалінің облыстық кезеңі мәреге жетті. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған өнер сайысында 150-ден астам өнерпаз бақтарын сынға салды. Толығырақ тілші әңгімесінде. Жұлдызай өнер байқауы жыл сайын өңіріміздің түкпір-түкпірінен жүздеген дарынды балалардың басын қосады. 2005 жылдан бері ұйымдастырылып, дәстүрге айналған өнер сайысы биылда жоғары дәрежеде өткізілді. Фестивальдің аудандық кезеңіне ұзын саны 500-ден астам балғындар қатысса, облыстық сайысқа соның 150-і бақтарын сынға салды. Солардың бірі Орал қаласының кішкентай тұрғыны Марат Тұрарбек. Ол мектептен тыс жұмыс орталығына 4 бірдей үйірмеге қатысып, ой өрісі көкжиегін кеңейтіп жүр. Әсіресе ән айтуға жаны құмар. Кезекті байқауда өнерге ғашық баламын атты әнді орындап, тыңдарман талғамынан шыға білді. Бұған дейін мен сондай Жұлдызайға бардым алдыңғы жылы. Соғында мен 2-ші орын алдым. Биыл мен 1-ші орын алдым. Дәстүрлі түрде үзіліссіз өткізіліп келе жатқан шараның мақсаты еліміздің әр аймағына жиналған ерекше балалардың қабілеттерін, әлеуметтік белсенділігін дамыту болатын. Тағы бір қыры қоғамдық ортада өздерін еркін сезуге көмектесу. Байқауды ұйымдастырушылар осы үрдістен шыға білді. Осыдан іріктелген балаларымыз республикалық байқауына барады. Бұл республикалық байқауы биылдан бастап халықаралық деңгейде өтейін деп жатыр. Фестиваль аясында театр фойесінде көркем қолданбалы өнер аталымы бойынша үздік деп танылған жұмыстардан көрме ұйымдастырылып, көрерменнің көңілінен шықты деп айтуға толық негіз бар. Шара барысында көңілді кейіпкерлер, аниматорлары мен жас ұландықтар флешмоб ұйымдастырып, өнерпаз балаларға тамаша көңіл күй сыйлады. Ерекшелігі яғни басым мықты оқушылардың, мықты адамдардың өзін көрсететін ортасы. Яғни осындай ортада біз осындай адамдарға көмегімізді беруіміз керек, яғни ерікті ретінде. Біз бүгінгі таңда осы Жұлдызай байқауына қатысып жатқан өте ерекше адамдарды қолдауға келіп тұрмыз, соларға жәрдем беруге келіп тұрмыз. Яғни біздің ісіміз тек қана қолдау. Барлық қатысушылар облыстық білім басқармасының алғыс хаттары және естелік сыйлықтармен марапатталды. Облыстық кезеңнен іріктелген жас өнерпаздар халықаралық байқауға жолдама алды. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы.